сені жақсы көремін. Жан, Жан, ау, менің бірдеңе ешкім керек. қазір бір минут. Мә, жан. Жан, рахмет. Жан. Жан, енді менің мороженое жегім келді. Мороженое? Как это? Ой, Жан, рахмет. Жан, сен үшін бәріне дайынмын ғой, мен білесің ғой, жан. Жан, Ау, бәріне дайын болса, мен шетелге баршы. шетелге. Кәпірлік. Кеттік. Тоқтай тұрыңыз, Дамир қайда? Дамирдің саған жағдай жетпейді, оның ақшасы жоқ. Жүрмей сен алып барамын. Шетелге ма? Кеттік. Я так тебя ждал, ты меня опять обманула, я ищу тебя там, где фон. Кеш жарық көрме достар, эфирде көп сөз, боқ сөз бағдарламасы. Бүгін бізде студияның қонағы біреудің арқасында пәленбай жыл бір жерде жұмыс істеген бірдеңкенің бастығы. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Соңғы кездері доллардың бағасы көтеріліп, теңгеміз құнсызданып бара жатыр. Оның себебі неде? Өте орынсыз. Енді біз 91 жылдан тәуелсіздік алдық қой. Содан бері енді енді еліміз дамып, жақсы үйлер соғылып, жақсы жолдар соғылып, халқымыздың бас-басында жұмыс бар. Көп сөз, боқ сөз, қысқасын айтқанда, ақшаны доллармен жинайық па? Әлі көтеріле ме доллар? Өздерің көресіңдер ғой. Рахмет. Осындайшы Ақниет саған, жігіттің бойында қандай қасиеттер болу керек? Жігіт ең бірінші әдемі болу керек, романтик болу керек, ақшасы өте көп болу керек. Астында машинасы болу керек, бірақ әкесін алып берген емес. Астында үйі болу керек, еңбекқор, спортивный болу керек. Жоқ, тоқташы, енді сол қасиеттер мына менің бойымда бар ма? Қайдағыны айтпашы. Көтер достар. Көтер, братан, ақша бәрін ала берші, братан. Ақша ештеңе керек емес, қарама маған. Қарген қолың иығына қой. Бол тез қимылда. Қойдым. Алдыға еркер. Артқа еркер. Тез жүзді. Үстіп түрмелеп көрсетпесем кемейсіздер, Ағай, қатырасыз деген үшін. Арам шошты. Қайда жүрсің, тренировка кемейсің бе? Барам. Ертең сағат 9-да барам тренировкаға. Ертең қалсаң? Бол, барам. Қалмай. Адам, шошты. KFC зиян деп өзіңіз не үшін жейсіз, мам? Ұсталып қалды KFC жеп отқан жерінен. Love. I love mom. I love mom. Mom, I love. Love сөзінің мағынасын білесіз ба? Білмеймін, кетті бар. Қош келдің? Білседім мен. Жаным, KFC жейді менің мамам. Енесімен келіні, түнделетіп KFC жейді. KFC жегенде ме? Қалай кеттің?